Тағдырмен бетпе-бет. Мұқағалидың тағдыры оның жеке басы үшін ғана трагедия. Ал қарапайым халық, яғни мына біздер үшін игілік. Егер тағдыр ақынды қинамаса, ауыр азаптарға салмаса, зар еңіретпесе, біздің бәрімізді де ерекше елжіретіп, оқығанда есімізден тандырып жібере жаздайтын ғажайып жырлар Мұқағалидың жүрегін жарып шығар ма еді? Жарық дүниеге Мұқағалиды әкелген Құдай, ол туғанда ақындық тағдырын да онымен бірге жаратты. Ұмытпасаңыз, Мұқағалидың «Бесік балағындағы жылан» поэмасында бұл көрініс жыланның символдық белгісімен әдемі суреттеледі. Қызылшақа сәби Мұқағалиды шешесі ұйықтатып, бесікке бөлеп, керегеге сүйеп, жылғадан су алуға кетіп қалады. Әжесі де тезек теруге кеткен. Күлуге де, қуануға да мұршасы жоқ әкесі шөп шауып жүр. Әлде бір уақытта шешесінің құлағына нәрестесінің шырылдаған үні естілгендей болып, жүрегі су етіп, бәрін тастап, үйіне қарай жүгіреді. Жүрегін ұстап үйіне жетсе, бөтен шошырлықтай дәнеңе жоқ. Сәбиі томпиып, қаннен қаперсіз бесікте тәтті ұйқыда жатыр. Бір уақытта ине мұрты танауына шаншылған ала мысық үдірейіп, бесікке қарап бырылдап қоя береді. Сол кезде ғана анасы тал бесіктің балағында оралып жатқан қара шұбар жыланды көреді. Қапелімде не істерін білмей, зәре құты қалмаған анасының сәбиін бесіктен шешіп алуға да дәрмені болмай қалады. Дәл осы сәтте үйге әжесі кіріп келіп, ақынның анасы оған ымдап, бесіктегі әп жыланды нұсқап көрсетеді. Әжесі болса, немересінің тірі қалғанына көзі жеткен соң, жыланды қысқышпен ұстап алып, дұшпанының аузына сүт тамызып, өлтірмей жөніне қоя береді. Daстандағы бесік балағындағы жылан ақынға тұңғыш рет жолыққан тағдырдың символдық көрінісі. Ең алғаш ол тағдыр ақынға жылан кейпінде жорғалап келді. Мен жатыппын есен сау бесігімде, алда болып ажалым несібімде, титтей 40 күн сығалапты, 40 жамау құрыми тесігінде. Әлде сақтап періштем қақты мекен, әлде қорғап мысығым жатты мекен, әлде менің дұшпаным өзі қорқып, менен келіп қорғаныш тапты мекен. Неге менің үйіме төтегірді, бесігіме неліктен көтерілді, неге мені шақпады, сездім әлде, мен өзіне жау емес екенімді. Қарашұбар жылан қалпындағы тағдыр кейін Мұқағалиға адам кейпінде жолығып, кездескен кезде талай рет ақынды аямай шақты. Шындығында тағдыр дегеніміз көзге көрінбейтін құбыжық емес, дәл өзіміз сияқты адамдар ғана. Бетпе-бет келгенде сол тағдыр Мұқағалиды зар жылатты. Дегенмен ақынның көзінің жасын жауын қылып, қайта ботадай боздатқанымен, еш уақытта да Мұқағали ұлы өлеңді тағдырынан өш алудың құралына айналдырған жоқ. Өмірінің соңына дейін ол замандасы Фаризаға арналған өлеңіндегі «Өлтірсең де көнбеймін жырды құмға» деген уәдесін бұзбаған Мұқағали болып қалды. Сөзімізге сенбесеңіз, Мұқағалидың жырларын оқып көріңіз. Ақынның шалқар поэзиясынан замандастарын қарғап сілеп жазған бір өлеңін таба алмайсыз. Қайта керісінше, әр кездескенде ақын тағдырын аяп, таңдайына ақ құйып, жолға салып жіберіп отырды. Басқаша сөзбен айтқанда, тағдыр ақынды қыспаққа салған сайын, Мұқағалидың жүрегінен бұрынғыдан да сұлу, бұрынғыдан да керемет, адамгершіліктің әдемі сәулесіндей жарқыраған ғажайып жырлар туа берді. Ақыры соңында ақын өлгенде тағдырдың өзі оны жоқтап жылады. Қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаев жүрегі от болып жанып, миллиондаған оқырмандарының жанына адамгершіліктің шуағын шашқан, Құдайдың халыққа сыйлаған сұлу сәулеседі. Ендеше дәл осындай жердің ғажайып сәулесінің мәңгілікке сөнуі қалайша мүмкін болмақ? Сен алмаймын оған. Мұқағали өлген жоқ.
Амангелді Кеңшілікұлы парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.